Сәлем достар, қалайсыздар? Біз бұрын көрші болып тұрған подругам үйіне келді. Мына бөлмеде біз тұрғанбыз 7 айдай. Үй салып жатқан кезде үйімізге жақын квартиралардың бірі осы болды. Сонымен үй салынып біткенше осы жақта 7 ай уақыт тұрғанбыз. Сол кезден подруга болып кеттік көршім Жадырамен. Сол Жадыраның өткен туған күнімен құттықтап, бүгін үйіне келдік, әдемілеп дастархан жайып қойыпты, мантысын пісіріп қойыпты. Үйінде осындай тасбақалары бар екен. Мына жақта жатқан жоғарыдағы қыз тасбақа екен, мына жақтағы ұл тасбақа екен. Осындай аквариумда үнемі тоққа тығылып тұрады екен. Содан кейін арасында шығарып аквариум үшін аптасына бір рет жуып, тасбақаларды жуындырып тұрады екен. Балалар күшті қызығып, қызым бізде асырайықшы деп қояды ғой. Айша қыздармен бірге ойнады. Жадыраның 3 қызы бар. Бәрі күшті ойнады. Біз өзіміз бұрынғы көршілер отырып алып, әңгімені жіберіп, жиналып қалған әңгімелерімізді айтып, шайымызды ішіп, Жадыраның тамағын сағынып қалғам ғой. Осы жақта тұрып жатқан кезде мен екінші балама аяғым ауыр болатын. Сол кезде токсикоз болып тамақ жемей жүрген кезде 3 ай бойы Жадыра маған тамақ пісіріп әкеп беретін, немесе үйіне қонаққа шақыратын. Сол ішіміздегі әңгімемізді айтып, одан кейін құрбым сыртқа шығып, менің машинама шашу шашып, көрімдігін беріп, Жадыра саған да жұғысты болсын деп жатырмын. Көп рахмет деп бір-біріміз сағынып қалыппыз. 7 ай көрші болып тұрсақ та, қазір өте жақсы араласамыз, бір-бірімізді сағынып тұрамыз. Сөйтіп подругамның тамағын, шайын ішіп, шашуын алып, рахметімді айтып, үйге қарай қайттым.